осы педагогика түсіп, Жамбыл педагогика түсіп, 1978 жылы бітіргенбіз. Содан бір 51 жыл болды. 51 жылдан кейін, 50 жылда ел жаңа деді ғой, 51 жылдан кейін басымыз тоқтап отыр. Көрмегеніміз бар, 51 жыл көрмегенімізді. Біз Жамбыл облысында, Шымкент облысы, Алматы болсын, жақын ел тұрғанның өзінде бір-бірін көрмегенбіз. Енді кезінде физиканы бітіргенбіз. 41 бала бітіріптік, екі группаны. 41 баладан қазір аманымыз 25-і аман есен. 16-мызды марқұм болып кетті. 16-мыз. Соларға қазір енді басымдан еске алып, оларды Құран оқытып, Құран бақыштап оларға сөйлеген Шөделада сәтінің несі бар, демаласының орны. Сояқы бар, демаламыз сояқы бар. Қазір 511-ге кіріп, есім директорымен келісеміз. Бір жарты сағаттай. Соң бір кітап шығарғамыз. Кітаптың презентациясы болады, оны таратамыз. Мен барып тұрып, келесі аудиторияда менің атымдағы аудитория бар. Профессор Төлебаевтың атындағы аудитория. Соның ішіне кіріп, бір жарты сағаттай өтеді болады. Соның 11-де не келеді? Газель. Собой машинамен сол дала кетеміз. Кім сояқты күтіп отыр? Сояқ барам деді ғой, Salamız oluyor қазір. Yok, күн sıpıradır, makinede күн sıpıradır. Давление бар, нелері бар, лучше бірден бірге кетеміз. Sıpıratını öyle тұра беріңдер, біздің неміз қарсымыз оған. Шүркет түсіндір ма, еңет түсіндір ма? Біздің проблема бірін алып кетеміз болды. Қайтып беліп қылдырып түсем дегендер болса түссін. Не заулығын ойлап отырмыз ғой? Айтайын бір сұрайып тұрған кім қайда басқалар келсін кішкене жинап бәрін көрейік. Қазір жақсы. Жаңағы Бүгін өткен біткен кездесуіміз болды. 21 жылдан кейін осы институттерге екі группа, екі бас қосып отырмыз. Бір ғасырға жуық уақыт айналайыннан ұйымдастырған балаларға рахмет айтамын. Бұл біздің балаларымызға, немере шөберелерімізге жалғасып келетін сабақтастық сияқты. Бала-шағамыз, немерелерімізге атамыз, ағаларымыз өзімізді оқыған екен. Әлен жылдан кейін кездескен екен деген бір тарихи оқиға болды. Рахмет айтамын. Жас шағымызды еске алып, бір-бірімізбен кездесіп жатырмыз. Әрине, жыл өзін, өткен жыл өзін кім ала, кезінде кішкентай қыздар үлкен әже болып жатырмыз, немере шөбересінде әжелеріміз. Рахмет ұйымдастырған Жақсыбайға. жаңағы әкеше 10 демеді ғой. Жоқ Шымкенттен келеді. Жоқ, 10-ға жиналайық дегенбіз. Қанша болды? 10 жарым ба бұл? 10-нан 15 минут келді. Орынды қайда? Келатыр деді ғой. 10-ды 9 деп айтты. Оған шаршады біз, асқа келіп бәлембай. Одан келін алып келді, одан беташар, одан той енді келатыр. Оның мықты екен ол. Ол ең мықты сол екен. 12-ші микрорайоннан әйел екеуі автовокзалға жаяу барды. Неге? Бір бәле көруге шығардысың ғой, жақсы. Бұрын келді. Сонау Жетісайға да жаяу барып келеді. Жаяу, тақаңда бұра береді екен. Ормайсыңдыға. Огорода жүзімі еккен, бұл тұрыс. Фатима жоқ қой, Фатима қайда? Бұл ма? Ошақ қасында, оттың басында. Жақсыбайдың әйелі. Біз Амантайда сояққа төртін кетті. деп келіп жатырмыз. Амантайдың аяғы сояқты. Не болды? Ай, старысты мен қайда барамыз? Зал ашықтыр, кішкене жібек келеді, таппай жүрейсізді. Бет қылып таппай жүрейсізді, қоя тұрайық та деген қазір кірмектер. Зал ашықтыр, кіре беремізге болады, бірақ бір минутке. Таксист болады, жолға алып келдім мен. Ойбай Нұралы базардан өтіп. Таксисттер білмей жатыр, кім айтады? Таксисттер білмей жатыр. Ойбай Нұралы базардан өтесің. Андай фиркам бар, мен бір жолға түсіндірдім ғой.
Sanki adam kafayı diyor. Oy sen çok çaklayamaz. Tavukun da faydası var. Herkes yumurta var işte. Жыл күзде кеудеге гүл тағып, мектепке келіп бет алып, ұстазбен қонды зердеме үйреткен ей қырық екі әрі. Сыр көйлек ақпар тұқпенен келуші қыздар сәніңіз, ақ көйлек қызыл галстук жарасушы еді бәріміз. Сыр көйлек ақпар тұқпенен келуші қыздар сәніңіз, ақ көйлек қызыл галстук жарасушыдық бәріміз. Серік қып 10 жыл парта мен тақтаны, достыққа аштық қақпаны, бала шақтардың бәр есте алғашқы ей махаббаттары. Сыр көйлек ақпар тұқпенен келуші қыздар сәніңіз, ақ көйлек қызыл галстук жарасушыдық бәріміз. Ақпар тұқпенен келуші қыздар сәніңіз, ақ көйлек қызыл галстук жарасушы еді бәріміз. Қоштасар жылғы ең қимас сәттерім, сағыныштарым көп менің, қақтырдың қанат қияға қырандай ей менің мектебім. Сыр көйлек ақпар тұқпенен келуші қыздар сәніңіз, ақ көйлек қызыл галстук жарасушы еді бәріміз. Сыр көйлек ақпар тұқпенен келуші қыздар сәніңіз, ақ көйлек қызыл галстук жарасушыдық бәріміз. Бой жеткен қайда шашына ақ бантик жүргенін тағынып, әке болсақ та әр үйде сендерді жүрмес сағынып. Бой жеткен қайда шашына ақ бантик жүргені тағынып, әке болсақ та әр үйде сендерді жүрмес сағынып. Сендерді жүрмес сағынып.
басты құрметті бүгінгі жиынға жиналып отқан ұлы Ақтиярдың 50 жылдық атындағы жамбыл педагогикалық институтының 1978 жылғы түлектері F-10, F-12 топтары және оқу бітіргеніне 51 жыл толуына байланысты мерекелік кездесуді ашып жариялайық. Ал енді осы институттың түлегі ауыл шаруашылық ғылымдарының докторы профессор Тілеуат Жасыбай ағамызға берейік. Болат Асу кәсіпкерлік кафедрасының меңгерушісі, техникалық кандидаты, доцент Баян Жүсіпов физиканың кәсіби басшысы осы. Менің орнымыз профессорымызы осы ұстаз институтының директоры. Профессор ешіншіге осы педагогикалық осы бүкілден басқармада осы үшін. Енді 68 жылы оқуға түстік, 3 группа физика оқымыз. 2 қазақ группасы, 1 орыс группасы. Ең қазақ группасы 40 адам бітіргенбіз. 41-дің қазір аман-есен 25-і аман-есен, 6-ы 16-ға бақылып кетті. Бақтаймыз. Енді 41-дің санап алсам 25-і мектепте кіріп алған. Біреуі Талсы районының білім бөлімі бастығы болған, районнан одан баса деген жігітіміз. Қалғандар бір мектепте ішеді, мектептен бесе шықты. Енді қазіргі 21 жылдан кейін келісіп отырмыз. Көрмегеніміз бір-бірімізді. Танымай жатырмыз, танып жатырмыз. Сондықтан енді бүгінгі біздің кездесуіміз біз енді 2 ғасырды көрдік, 20-шы ғасырды көрдік, 21-ші ғасырды көрдік. 51 жылда аяқтап 21 жылда араласқан кезде баспасып отырмыз. Сондықтан бүгінгі қош келдіңіз айтамыз бәріңізге. Денсаулығыңыз мықты болсын, денсаулықтарыңыз баршалықтың аман болсын. Тек қана қуанышты жасқа алып түсірмейік. Өйткені 51 жыл деген өте елімізді ел жағын дейді. Соған жеткенімізге қуаныштымыз. Басымыз қосылып, бірімізді бақымызды басып, күрсіп айтып, жиналып жүрген болайық. Содан бірінші сөзді институттың директоры Көпбасымызға берейік. Рахмет. Рахмет. Қайырлы күн, қымбатты біздің студенттеріміз. Өте қуаныштымыз, бүгін бір керемет есте қалар күн болайын деп тұр. Біздің университетіміз үшін ерекше бір тарихи оқиға деп айтсақ болады. Осы біздің университетіміздің 67 жылы іргетасы қаланған, 68 жылы сіздер екінші бітіруші курс болып тұрсыздар. Біз өте қуаныштымыз. Біздің ең басты байлығымыз ол адами капитал мемлекет үшін. Сол адами капитал деп айтатын болса, адамға жанына инженер болатын осы ұстаздар сіздер. Қазір мына үлкен мақтанышпен айтып жатырмын. Жақсыбай ағай шында сондай бір оза үздік топ болып, осы біздің егемендік Қазақстанымыздың дамуына ерекше үлес қосып, өздеріңіз осы қазақ мектебін бастаған, осы жамбыл өңіріндегі алғашқы университетте алғашқы түлектердің қатарындасыздар. Қазіргі таңда енді өздеріңіз білесіздер, біз Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті деп аталамыз. Дегенмен 3 жыл бұрын біз өзіміз Тараз мемлекеттік педагогикалық университет едік. Осы 2017 жылы үлкен республика және халықаралық деңгейде осы біздің педагогикалық университетіміздің 50 жылдық жарты ғасырлық тарихын тойлаған болатынбыз. Сол кезде біз бірнеше тарихи фактілерді ашып қарадық. Сол кезде 2017 жылы 40 мыңнан аса түлек шығарған университет екенбіз. Қазір де біз сол ізді жалғап келеміз. Мынау қазіргі таңдағы ұстаз институты сол бұрынғы педагогикалық университетіндегі педагогикалық мамандықтарды құраушы институт болып табылады. Сіздер енді жаратылыстану бағытындағы осы педагогикалық университет тарихында 2 ғана факультеттен басталған екен университет. Ол жаңағы гуманитарлық тілдік бағыт, одан кейін осы жаратылыстану бағыты. Сол кезде университетте тек қана 50 мұғалім жұмыс атқарып, 400 ғана студент болған. Қазіргі таңда біздің университетімізде 16 мыңға
мындай студенттер оқиды және мыңдай профессор оқытушылар құрамы. Бұның барлығы енді өзіміздің ерекшелігіміз, осы біздің өшпес тарихымыз. Мынау енді ұстаздар, ұрпақтар сабақтастығын ұстаушы, ұлтты тәрбиелеуші болғандықтан сіздерге біз мың алғыс деп айтқымыз келеді. Сіздердің арқаларыңызда біз қазір осылай университетке келіп қызмет етіп жатқандығымыз. Мынау бүгінгі кездесулеріміз сондай бір керемет толқыныста тұрмыз. Қазір Жақсыбай айтып жатыр, бір-бірімізді танымай да жатырмыз деп. Енді осы жерде мына жерде кішкене немерелеріңіз де, шөберелеріңіз мүмкін келіп жатқан шығар. Олардың бәріне осы үлгі өнеге. Мемлекет тарапынан да қазір педагогикалық мәртебенің асырылуына ерекше көңіл бөлініп жатыр ғой. 2019 жылы педагог статусы заңы қабылданғаннан бастап педагогтардың мәртебесі артып, еңбек ақысы көбейіп, біздің студенттеріміздің шәкірт ақысы көбейіп, ұлттық біліктілік тестте де қойылатын талаптар өзгеріп, жауапкершілік артып, 75 балдан жоғары ұлттық біліктілік тестпен түсіп жатқан өте жақсы балаларымыз бар қазір. Жақсы болып келе жатыр. Арасында болды енді ауыспалы кезең кішкене мұғалімдікке кездейсоқ адамдар келгендігі. Ал енді қазір қайта осы қолға алып жаңарып жатырмыз. Мынау алла берсе жаңа Қазақстанда осы педагогтардан бәрі басталады. Барлық маман иелерін дайындайтын да даярлаушы да осы педагогтар. Сол себептен өшпес, өлмес мамандықты таңдап, ары қарай осы университетіміз бізге тәлім-тәрбие берген, осы жерде біздің ұстаздарымыз бар. Осы жерде біз бәріміз бас қосайық деп бүгін жиналғандарыңызға тағы да үлкен рахмет айтқым келеді. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Алда да біз енді бұны қазір мынау видео фотоларды алып жастарға насихаттаймыз. Осылай жыл сайын келем десеңіздер есігіміз ашық. Мынау өздеріңіз оқыған парталарымызбен, тағы басқа корпустармен аралап көріңіздер. Сәт сапар түлектерге рахмет. Біздің кафедраның сөзін шығарған кітабымыз кәсіби осы презентация өткізіңіз. Елу мектептер қарғамыз, елу мектептер. Екеуін неге тапсырамыз, мынау біздің атымыз сізге. Ерекшелігіміз болды. Кітапхананы көрдік. Енді бәрі өміріміз бар, бала-шағаларымыз бар, немерелеріміз бар, жазғандарымыз бәрі осы ішінде суреттеріміз бар, бәрі құтты болсын. Үлкен сыйлық қой енді. Кітап деген ол бізде өмір өшпейді. Жас адамның аты ғалымның хаты өшпейді дейді. Мына жерде қаншама естеліктерімізді салып, осылай біздің кітапханаға табыстап жатқандарыңызға тағы да рахмет айтамын. Аттардың өзі де сол түсіндім аға, жақсы айтамын. Кітапханаға тапсырамыз әкеліп, музейге әкеліп тапсырамыз, сіздің кабинетіңізге. Малыбай Смағұл Ефонды группасының старшысы болған, қазір жастар одағының Қазақстан жастар одағының мүшесі. Қазақстан жастар одағының мүшесі. Солай ма? Малыбай? Кітап жаздым. Әйтеуір жерлерімізге тапсыра қайтып жатқан құрметті курстас достарым, құрметті институт басшылары, да отырған азаматтар мен азаматшалар, сіздерге бүгінгі осындай үлкен мерекеге қатысқандарыңыз үшін үлкен рахметімізді айтамыз. Бұл өзі адамдар бір-біріне қонақ дейміз. Өшірген бітірдік 78 жылы. Соны қарап отырсақ, шіркін өмір деген қандай тез өтіп кетеді. Біздің группада 18 бала бітірген, соның 11-і бұл дүниеге бақилық болып кетті. Ал енді екінші группадамыз, ол 6 адам жолдастарымыз жоқ қазір мысалы. Ол азғын өмірде адам бір-біріне сыйластық, достық, адаммен қарым-қатынас жасамаса, өмірдің өзі қызық болмайды. Біз осында 50 жылдықты институттың 50 жылдық кезінде өткізбекші боламыз.
Onda Жақсыбай мен содан кейін Ләйләні көріп едім. Ләйлә деген қыз болатын. Сол үшеуміз жүргенбіз біраз. Содан әйтеуір басымыз біріктен қалып кетті. Содан кейін бір жеңем дегенде әйтеуір бір бас қосарымызды жоғалып жүргенде бір сәт түсті. Қуаныштымын сендерді көргеніме. Осындай бізге жағдай жасап отырған институттың басшылығына үлкен рахметімізді айтамыз. Енді жаңа Жақсыбай досымыз қысқаша айтып кетті ғой. Біз енді мынау Жақсыбайды өзіміз мақтан тұтамыз, құрмет тұтамыз, құрметтейміз, сыйлаймыз. Осы отырған қанша адам болса, соның бәрінің досымыз Жақсыбай. Таразға келсе шаруасы Жақсыбай бітті. Соған бірақ әйтеуір Жақсыбай соның бәріне қатысты жүреді. Мен енді адамгершілікке арым жетпеді. Осы Жақсыбайды газетке жаздым, кітапқа жаздым. Енді облыстың әкімі Жамбыл облысының құрметті азамат деген атқа лайықтап хат тапсырдым. Газеттердің бәріне шыққан бүгін, енді көрмедім, Жақсыбай туралы материалдарым. Сол досым болса, абай айтқандай, досың сүйінер, досың болса сүйін, ол сенің мақтайды. Біз осындай досымызды құрмет тұтамыз. Енді бұл жерде отырған бұл қыздардың ішінде осалы жоқ. Бәрі мектеп директор болған, бәрі басшы болған, 40-50, 100 адам басшылық болған адамдар бәрі сондай лағапты ұстаздар. Күйеулер де отыр, оларды мынау бізге қош келдіңдер, соларға да табыс тілейміз. Мынау институтымыз бізге ыстық. Осы институт жағынан өткенде бір қарап өтеміз. Содан кейін енді сол келіп, сәлем беріп, амандасайық. Институттың тірлігі қандай ішкі. Баяғыда бізді өздеріңізге істеп тұрған еңбекпен қуандықбай Шүлемішкеге директор болған. Сол кісіге барған кезінде, әйтеуір іштерінде жүрген кезінде мәжбүр жүруші, ол кісі бақылық бақыт келген институтта хабарсыздар қалды. Бірақ институтта келгенбіз, біз өркендігін көріп жатырмыз, газет, журналдар оқимыз. Біз енді бір тілекші адамдармыз. Енді мынау кітап туралы бір жағын сөз айта кетейін енді. Біз енді не қалады өмірде? Алдай қазір 70-тен асқан қарт ата-аналарымыз. Сол мен енді бұл кітапты жазғанда Жақсыбай бар, Орынбек бар, үшеуміз ақылдастық. Мен бірінші жазып шықтым. Бұл 25-ші сәуірде жазып шықтым. Сол кейін ойладым, мынау академик досым тұр, оны мынау өтпейін, мынау Орынбек тұр, осы екеуі көріп абырой жасадық. Енді қысқасы біздің кітаптың мақсаты келешекке біздің атымыздан жаңағы сөз қалдыру, жақсы іс қалдыру, жақсы ұлттарды бақыттау, өсиет деген сияқты мәселелерді мақсат етіп қойдық. Соның екеуі қараңғы, бұлар енді енгізген жаңалығы біздер қабылдамыз. Біздің адамдарымыздың өмірі жақпасын. Соған денсаулық саласына қатысты интернеттен көптеген материалды кіргізді, көрдім. Содан кейін енді бұған риза болдым. Өйткені біздердің бәріміз қазір кеменің жағасында тұрмағандай, жағасында тұрмасақ та сол жағалап жүрген адамдармыз ғой сен енді. Келмесін маған деп, оны шындықты ойлау керек. Сөйтіп, сендерге бір ескерткіш танытып жасадық. Аяқта істі жалғастырамыз. Аяқта үлкен іс-шаралар күтіп соған жете білейік, табыс тілейміз, бәріміз тамам болайық, бәрімізде дендеріміз сау, аман-есен жүре білейік. Рахмет. Ол кітаптың авторы, ол кітапханадан Қазақстан мүшесі. Енді бір сөз кімге берейік, Асыл келген, Қазылықтан келген Тәсімбет Әлжан сыйлық сөз берейік, оның дауырында. 25 жыл болды мектептің. Құрметті курстастар, құрметті мынау бүгінгі университеттің басшылығы, міне осыдан 3
ay oldu mu? 3,5 ay bұрын telefon arқылы бағыттарымызда қадам жасап, осы 50 жылдық басқосуды өткізсек деп жолдастар хабарлама таратып жатты. Содан бері қарай бірқатар істер атқарылып жатты. Мен өзімнің атымнан университетке